Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Аяла тәттілері. Бүгін үнді халқының мантысын дайындаймыз, яғни жаппасай тамағын жасаймыз. Ең алдымен барлық заттарымызды турап аламыз. Дәл видеодағыдай ұсақ етіп тураймыз. Картошкамызды видеодағыдай кішкентай етіп тураймыз, көбейіп етіп. Сәбізімізді дәл солай көбейіп етіп тураймыз. Қазанымызға майымызды құйып, қыздырып, етімізді саламыз. Етімізді жақсылап қуырып аламыз. Су тартылғанша, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Үстіне бір сарымсақ, яғни бір тісше сарымсақ, пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Үстіне сәбізімізді саламыз. Және бір ас қасық томат салып, жақсылап араластырамыз. Соңында картошкамызды салып, жақсылап қуырып, үстіне су құямыз. Суымызды құйып, қайнатып, баяу отта 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Достар, қамырдың жасалу жолы видеосы түспей қалды. Описание бөліміне мен барлық рецепттерді қалдырып кетемін. Ең бастысы қамырымызды қатты қылып елейміз. Қамырымызды өте жұқа етіп жайып, үстіне сұйық майымызды құйып, бір келкетіп жағып шығамыз сұйық майымызды. Көлемін кішілеу, яғни дәл видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Міне достар, біздің қамырымыздың қалыңдығы осындай болу керек, яғни өте жұқа болу керек. Майды төмен қаратып, дәл видеодағыдай қойып шығамыз. Қамырлар бір-біріне жабысып қалмайды. Дәл осылай қамырымызды бір келкетіп қойып шығамыз. Қазанымыздың бетін жауып 30-35 минутта баяу отта пісіріп аламыз. Міне достар, біздің өте дәмді жаппасай тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алла қаласа, әлі өте көп видеолар шығады. Сол видеоларды жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар.